Енді құрметті білім алушылар, біз жердің сандық үлгісі бойынша деректерді хайдрологи құралының көмегімен өңдеуге кірісеміз. Яғни осы жақта біз өзімізге қажетті DEM деген түсіріспен жұмыс жасаймыз. Ең алғашында жаңа аркмапты ашамыз да, осы жақта біз өзіміздің DEM форматындағы TIFF файлымызды жүктеуіміз қажет. CMR-ға кіреміз. Осы жақта біз өзімізге қажет Түркістан DEM clip атты деректерді қолданамыз. DEM clipped. Яғни клипті қолданғаннан кейін енді біз ол жақта fill құралының көмегіне жүгінеміз. Яғни сіздер алғашында арк тулбоксты ашасыздар да, осы жақта көріп отырғандарыңыздай Special Analysis Tools, гидрология құралдарының көмегімен fillді басасыздар. Клипті басамыз, яғни fill бізге бос пиксельдерді тауып, және сол бойынша интерполяциялау үшін қажет болып табылады. Енді осы жақта сіздер жаңа папка ашып Hydrology деген ат бересіздер. Hydrology ішіне кіріп, сіздер Түркістан fill деп жазасыздар. Сейвті басамыз. Ең алғашқы жіберген кезде сіздерде қателіктер пайда болуы мүмкін. Яғни қазір ең алғашқысын жіберіп көрейік. Яғни бұл жақта қателіктер пайда болады. Сол қателіктерді біз түсінуге және сол бойынша шешімін табуға тырысуымыз қажет. Енді көріп отырғандарыңыздай, бағанағы жоспарлағандай бізде қателік пайда болды. Яғни филға басатын болсақ, сіздер сол қателіктің не себептен болғандығын көре аласыздар. Яғни 99.999 error execution function, яғни функциялық ерекшеліктер дұрыс орындалмады деген себеп бойынша. Енді филға қайтадан кіреміз. Fill 2. Осы жақта environmentsқа сіздер параллель процессингқа 0-ді жазып көрулеріңіз қажет. 0-ді жазып көрсек, бізде қандай ерекшеліктер пайда болады, соны тағы да байқап көрейік. Бізде fill құралы дұрыс жұмыс істеді, яғни параллель процессинг құралының көмегімен fill құралы дұрыс дегендігіне көзіміз жетеді. Яғни көріп отырғандарыңыздай, осы fill құралының көмегімен біз бос пиксельдерді толықтырумен айналысқан болатынбыз. Енді fill құралының көмегінен кейін екінші қадамға көшеміз, ол flow direction. Осы жақта flow direction'ды басатын болсақ, бізге fillді input raster ретінде қоюымыз керек. Flow direction. Save'ді басамыз, OK'ді басамыз, flow direction'ды ары қарай жалғастырамыз. Flow direction сәтті аяқталғаннан кейін сіздерде өзендердің бағыттарын анықтайтын қабаттар пайда болады. Енді осы бойынша сіздер жұмыстарыңызды әрі қарай жалғастырамыз. Келесі қадамға көшетін болсақ, келесі қадамда біз арк тулбокс Special Analysis Tools Hydrology құралының көмегі flow accumulation анықтайтын боламыз. Flow accumulationға flow direction деген жерге flow direction'ды, height деген жерде бос қалдырамыз. Яғни бұл жақта біз тура сол принцип бойынша сақтауымыз қажет. Flow accumulation. Окейді басамыз. Және де сіздерді ескерте кететін бір жайт, flow direction'да сіздер бағанағы fill секілді environment құралдарын ішінде parallel processing'қа 0 көрсеткішін жазуларыңыз қажет. Сол кезде сіздерде қатесі шығады.